Қазақстанда да бұл мәселе бойынша көп алуан түрлі пікірлер қазір айтылып жатыр. Ол өздеріңіз де біліп отырсыздар. Бірақ біз зайырлы мемлекетпіз. Біздің конституциямызда, заңымызда көрсетілген бұл мәселенің барлығы. Сонымен қатар біздің конституциямыз бойынша дін бостандығы бар. Өзінің діни рәсімін жасайын деген адамдарға ешбір шектеу жоқ. Біздің Қазақстан тұрғындарына қай дін ұстанса да, қай жерге мешіт па, шіркеу ма, басқа өздерінің діни орталықтарына барып, өздерінің діни рәсімдерін өткізуге мүмкіндіктері бар. Ал енді мектепке келсек, сіз айтқандай жаңағы, мектепті біз саяси немесе діни бір ағымдардың ортасына айналдырмауымыз керек. Ол білім ордасы, ол жерде білім беру керек мектепте. Сондықтан оны біз балаларды немесе оқытушыларды басқа мәселеге алаңдатпауымыз қажет деп мен ойлаймын. Және де министрліктің заң бойынша қандай формаға келетін стандарттары бар ғой. Сол стандарттарды ұстану керек. Балалар өздері кәмелеттік жасқа жеткеннен кейін олар өздері таңдайды. Қандай жолмен жүреміз? Ерлан Жаханұлы, елімізде әскердің үні қаттырақ естіле бастады. Бұл елімізге қауіпті емес пе? Қазақстан мәжілісі қашан салафизмге тыйым салады ресми түрде? Жаңа ғана өздеріңіз тыңдасаңыздар, бір депутатымыз сауал жасады, оны тыңдасаңыздар. Жаңа домбыра харам деген әңгіме шықты, көрдіңіздер. Айтып жүрген азаматтарға мен айтар едім. Біздің ғасырлар бойы қолына домбыра ұстап жүрген бабаларымыз сонда күнәһар болған ма? Былай қарап, солай ғой. Сондықтан бұл жерде біз теріс діни ағымда жүрген, заңға қайшы, конституцияға қайшы әрекет етіп жүрген ондай діни ағымда жүрген азаматтарға әрине заңсыз тыйым салуымыз керек. В Павлодарской области вы получаете фермеры просят ЧС. Об этом уже высказались все партии, кроме Аманата. Ваши, вот именно, что думает Аманат по этому поводу? Мы каждый день над этим вопросом работаем. А будет ЧС или нет в Павлодарской области? Какая позиция Аманата? ЧС как объявляется? Есть региональный ЧС, районного масштаба, областного масштаба и республиканского масштаба. Поэтому это, исходя из сложившейся ситуации, местные исполнительные органы, они принимают решение, объявлять или не объявлять. Қазақстанға орыс тілі керек пе қазір? Мектептерде сағатты қысқарту керек пе орыс тілі? Сіздің ойыңызша? Мәселе, біз бірінші кезекте бізге орыс тіліне тыйым салуымыз керек пе, немесе біз өзіміздің мемлекет тілді дамыту ма? Ол туралы мен бұрын да өзімнің пікірімді айтқам. Сондықтан неғұрлым біз көп тілді білетін болсақ, біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз, біз өзіміз соғұрлым біз бір басқа бір деңгейге биік тұрамыз. Демек керек орыс тілі. Орыс тілі де керек, ағылшын тілі де керек. Әрине бірінші кезекте ол басымдылық мемлекеттік тілде болады. Біздің балаларымыз мемлекеттік тілді еркін меңгеруі қажет. Сол ғой мәселені айтып тұрған. Оған мен ойлаймын, басқа тілдерді дамытудың, соларды оқытудың кедергі болып тұрған жоқ. Біз ол басқа тілдерді оқытуды төмендету арқылы біз мемлекеттік тілдегі мәселесін шешпеуіміз керек. Бәрін де дамытуымыз керек, бірақ мемлекеттік тілде әрине басымыз. Скажите, пожалуйста, почему президент после послания обновил на 80% состав правительства, но не отправил его в отставку? Вы же говорите, президент это принял такое решение. Я же не могу ответить. Вы же тоже один из руководителей нашей страны. Вот это же Я думаю, решение значит, согласовывается. правительство работает, и те министерства, которые необходимо было по отдельным членам правительства принимать решения, по ним принято решение. Есть разные задачи. Под конкретные задачи приходят конкретные люди. Поэтому президент обширные, большие задачи поставил в своем послании. Поэтому ряд министерств новых мы создали под те задачи. Ряд членов правительства ушли в отставку, вместо них пришли другие люди.